Сәлеметсіздер ме, ұстаздар? Сіздерге ұсынып отырған ұстаз 10 платформасын қалай қолданатынын көрсететін боламын. Алдымен ұстаз 10 деп теріп аламыз. Ұстаз 10 білім платформасын таңдаймыз. Бұл сайтта мұғалімдерге арналған онлайн материалдар платформасы. Ұстаз 10 платформасында мұғалімдердің жұмысына қажетті 2 миллионнан астам материалдар бар екен. Және де ұстаз 10 платформасының артықшылығы өте жеңіл, тез, уақытты үнемдейді. Толық контенттер қамтылған, 1-ші сыныптан 11-ші сыныптарға арналған барлық материалдар қамтылған, толық қазақ тілінде. Ұстаз 10 платформасының негізгі бағыты мұғалімдерге бірден қолдануға арналған толық материалдар жиынтығы, жұмыс дәптері, презентациялар, диктанттық, ойындық жұмыстар және де заманауи стильде дайындалған бейне сабақтар толығымен бар екен. Және де жасанды интеллекттің көмегімен кез келген оқу материалдарын тез жасап алуға көмектеседі. Бейне сабақтар, нұсқаулықтар мұғалімдердің кәсібін дамыту орталығының қазіргі мұғалімдерге қажетті білімін мен бәрін осы жерден табуға болады екен. Алдымен платформаға өту үшін кіру батырмасын басамыз. Бұл жерде ЖСН жазамыз. Әркім өзінің ЖСН жазып тіркелуге болады. Әрі қарай батырмасын басамыз. Бұл жерде атымызды енгіземіз. Құпия сөзді енгіземіз. Құпия сөзді енгізгенде және телефон нөмірін жазатын боламыз. Телефон нөмірімізді енгіздік. Тіркеу батырмасын басамыз. Бұл жерде не деді? Тағы бір сан жазсақ. Сохранить батырмасын басып, ЖСН-імізді таңдаймыз. Әрі қарай батырмасын басып, құпия сөзді енгізетін боламыз. Кіру сәтті орындалды дейді. Бұл жерде бірінші Ж батырмасын басып, бізге тегін қолдануға 5 қадам берілген екен. Бұл жерде сабақ жоспары, КМЖ, презентация, тест, медиа видеоларды дайындауға болады екен. Бұл жерде бірінші КМЖ дайындап алуға да болады. Презентация жасап көрейік. Пәнді таңдап алып, қазақ тілін таңдаймын. 3-ші сынып және сабақтың тақырыбы. Мен сабақтың тақырыбына сын есімді таңдадым. Сын есім. Бұл жерде 10 слайдтар жасап береді екен. Сайтты жасау батырмасын басып күтеміз. Бұл жерде менің презентациям бөлімінде іске қосылып жатыр. Сәл күтетін боламыз. Жасалу процесін.
және де медиа видео бөлімінде көруге болады екен. Медиа бөлімінде де пәнін таңдап, тақырыбын таңдап, стандарт, жылдам және жоғары стандарт дейді. Стандартты таңдайық. Қазір біздің презентацияны жасалып жатыр ма, оны бір байқап көрейік. Және де қымж жасауға да болады. Қымжда сол пәнге, қазақ тіліне қымж жасап беруін сұрасақ, 3-ші сыныпқа сын есім қазақша 3-ші сыныпқа қымж дайындау батырмасын жасауға болады. Өте ыңғайлы. Сабақ жоспарын құруға болады екен. Және де тест сұрақтарын құрастыруға өте ыңғайлы платформа екен. Өздеріңізге де осы платформаны пайдаланып көріңіздер. Маған өте ұнады. Рахмет сіздерге. Назарларыңызға рахмет.